Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді жұп-жұқа сода разрыхитель қоспайтын өте дәмді блинчиктарды дайындайтын боламыз, қыздар. Менің каналыма подписация етіп, лайк қойып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен бізге жұмыртқа қажет болады. Қыздар, егерде сіздердің жұмыртқаларыңыз кішірек болса, онда 3 жұмыртқа қосқандарыңыз абзал болады. Жұмыртқаларымызды жақсылап араластырамыз. Одан кейін құмшекерімізді салатын боламыз. Егерде сіздер тәтті болған қаласаңыздар, онда 5-6 қасық салсаңыздар да болады. Міндетті түрде шым-шым тұзды қосамыз, оны да жақсылап араластырамыз. Сүтімізді құямыз. Сүт мұздай болса да бола береді, холодильниктен алынған сүт болса да бола береді. Менде ыстықтау сүт болды, мен соны қолдандым. Бұл блинчиктің ерекшелігін айта кетейін. Бұл жерде ешқандай таразы қажет емес бізге. Барлығын бір кружкамен салатын боламыз. Байқап отырсаңыздар, бұл жерде бір кружка сүтке мен бір кружка ұнды қостым. Осылай жақсылап араластырамыз бәрін. Сол кезде бізде қоймалжың масса шығады. Мінеки бізде қоймалжың массасы дайын болды. Енді бір кружка кипятогымызды құятын боламыз. Жаймен деп құямыз. Су ыстық болғаннан ішіндегі қамыры пісіп кетуі мүмкін, сондықтан жай құйып, осылай араластыратын боламыз. Одан кейін пісте майымызды құямыз. 2 ас қасық зәйтүн майын құйсаңыздар да болады, сары майды жібітіп құйсаңыздар да болады. Енді ол өз еріктеріңіз, бірақ майды міндетті түрде қосатын боламыз. Мінеки жақсылап араластырдық. Енді оны ожаумен көреміз. Консистенциясын мінеки осындай болып шығады. Енді қызып тұрған табаны майлаймыз міндетті түрде. Одан кейін осы массамызды құятын боламыз. Ең алдымен астын пісіріп алып, кейіннен осылай аударатын боламыз. Мінеки біздің өте дәмді жұп-жұқа блинымыз дайын болды. Қыздар, міндетті түрде мені рецептімен дайындап көріңіздер. Бір істегеннен ақ шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.